Сәлем достар, бүгін сіздермен ең тәтті, жеңіл, оңай пирогтардың бірі зебра пирогын дайындайтын боламыз. Алдымен каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік, ыдысымызға жұмыртқамызды және шекерімізді қосып, біркелкі тесто болғанша араластырамыз. Содан кейін үстіне 20% сметана және ерітілген сары майымызды салып, миксермен араластырамыз. Ситомыздың үстіне осылай 1 шай қасық сода салып, 3-ке бөліп, миксермен араластырып аласыздар. Дайын болған тестомызды 2 бөлікке бөлеміз. Жарты бөлігіне осылай мен 2 ас қасық какао, рахаттың какаосын қостым. Миксермен осылай араластырып аласыздар да, 24 формада 2 ас қасықтан кезекпен салып отырасыздар. Қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минутта пісіріп аласыздар. Пирогымыздың бетін осылай шпажкамен немесе зубочистканың көмегімен осылай әсемдесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.